Сәлем достар, баршаңызға. Сіздермен мен Райхан. Бүгін мен сіздермен керемет әдемі дүниемен бөлісетін боламын. Осындай қағаз салфетка немесе мата салфеткаларда дастарханыңызды әсемдеу үшін осындай керемет кольцоның қалай жасалуы және арзан қолжетімді бағада жасалуымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар қағаз, түрлі түсті қағаз салфеткалар қажет болады, және де осындай пистолет қажет болады. Клейді ерітіп жабыстыру үшін өзінің специальный клейі қажет болады. Содан соң фольга, пищевой пленкалардың ортасындағы домалақ картон қағаз қажет болады. Және де осындай пластмасс жылтырақ қажет болады. Бұл барлық осыны отель дүкендерінде сатады. Ең алдымен фольганы осылай өлшеп, пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Өткір пышақ болғаны жақсы, себебі сынып немесе майысып қалмауы үшін. Осылай барлығын бізге қанша қажет болса, соның барлығын кесіп аламыз. Мен сіздерге қазір бастамасына 4 штукты кесіп алдым, және де соларға жылтырақ жабыстырып көрсетемін дайындалуын. Клейімізді жағып аламыз да, және пластмасс жылтырағымызды жабыстырып аламыз, айналдырып. Өте әдемі болып шығады, және де ешқандай да артық ақшаны қажет етпейді. Мына пластмасс жылтырақ ойыншықтарымыз, яғни бұлар небәрі метрі 250 теңге тұрады. Осындай отель магазиндерде, осындай майда-шүйда ілгек деген сияқты, тереуіш деген сияқты сондай сататын дүкендердің барлықтарында бар. Осылайша барлығын жабыстырып аламыз, клейімізді жағып. Осы мен кескен размерде осы 2 данасы ғана кетеді. Мен барлығын өлшеп, басында қиып алғанмын. Осылай барлығын дайындап алдық, бір тегіс әдемі болып шығады. Енді салфеткамызды ашып аламыз. И ортасынан бұрышынан ұстап жинап аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз, өздеріңіздің басқа фантазияларыңызды қосып, басқаша стильде немесе түрде кигізсеңіздер болады. Мата салфеткаға да кигізсеңіздер болады. Өте әдемі көрініп, дастархандарыңыздың көркін ашады. Бұлай бір қарап тұрсаңыздар, таққан кезінде даже қағаздан жай фольганың ортасында қағаздан жасалғанға мүлдем ұқсамайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар, өз пікірлеріңізді жазыңыздар, менің инста парақшама және YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мен сіздермен алдағы уақытта керемет осындай дүниелермен бөлісетін боламын.